Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет, барлығы ұнататын сметанник пирогын жасайтын боламыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы жаңа рецепттерді біріншілердің қатарынан білетін боласыз. Рецепт өте оңай. Бірінші рет жасап тұрсаңыз да қолыңыздан келетініне сөзсіз. Бір ыдысқа ұн, қант және қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен үй температурасында тұрған сары майымызды салып, үгітіп шығамыз, яғни крошка болғанша қолымызбен үгітеміз. Үстіне жұмыртқамызды салып, қолымызбен қамырды біріктіріп шығамыз. Дайын қамырымызды полиэтилен пакетіне салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Таза құрғақ ыдыста жұмыртқамыз бен қантымызды біріктіріп, ағарғанша араластыратын боламыз. Ванилин қосу-қоспау ол өз еркіңізде. Жақсылап араласып көпірген соң, үстіне қаймағымызды салып біріктіреміз. Бір келкі масса шыққанша венчигімізбен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ, тек қана венчик болса болды. Формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағын майлаймыз да, қамырымызды екіге бөліп, үлкен жағын форманың шет-шетіне жететіндей етіп, қолымызбен жайып шығамыз. Үстіне сметанный заливкасын құямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Бастапқыда заливкасы формасынан, яғни бортиктарынан шығып, ісініп тұрады, бірақ кейін толық суыған соң төмен қарай түседі. Толық суығанша формадан шығармаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.